Заң бойынша 5 жағдайдың біреуі орын алған жағдайда алиментті төлеу тоқтатылады. Біріншіден, бала кәмелет жасқа толғанда. Бұл жерде біз кәмелет жасқа толу дегеніміз 18 жас деп айтамыз. Алайда бала жоғарғы оқу орнында, яғни университетте, күндізгі бөлімде оқитын болса, онда алимент 21 жасқа дейін төленеді. Екіншіден, алимент өндіріп алған бала асырап алынған жағдайда. Үшіншіден, сот алимент алушының еңбекке жарамдылығы қалпына келтірілген немесе көмекке мұқтаждығы тоқтатылған жағдайда. Төртіншіден, жұбайының көмегіне мұқтаж болған алимент алушы жаңадан некеге отырғанда. Бесіншіден, алимент алушы және де алиментке төлеуге міндетті адам қайтыс болған жағдайда алиментті төлеу тоқтатылады.